Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жүрген қожелі манты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде әзірлеп дәмін көріңіздер. Қарапайым мантыден де өте дәмді болып шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды аямай кетсеңіздер, мені өте қатты қуанған болар едім. Ең алдымен жұмысымызды мантының қамырын әзірлеп алудан бастайтын боламыз. Бізге 2 шай кеседей жылы су, яғни көрсетілген мөлшерде төменде барлығын көрсетіп жазып кеттім. Және де 1 жұмыртқа бізде қамыры езіліп кетпесі үшін, және де дәміне қарай тұз, 1 ас қасықтай тұз саласыздар, және бір араластырып жіберіп, ұн салатын боламыз. Ұнды да мөлшерімен көрсетіп кеттім. Аса қатты болып қалмауы қажет, және аса қатты жұмсақта болып кетпеу керек. Көрсетілген мөлшерде салсаңыздар, мантының қамыры өте әдемі болып шығатын болады. Қолымызбен жұмсақ араластырып қамыр илеп шығатын боламыз. Егер де сіздердің жаңа қолданатын ұндарыңыздың сұрыпы жоғары емес, төменгі сұрыптағы ұндар болатын болса, міндетті түрде 2 ас қасықтай, 2-3 ас қасықтай сұйық май қосып жіберіңіздер. Сол кезде қамырларыңыз жұмсақ болып шығатын болады. Әрі дәмі де өте дәмді болады. Қамырымыз дайын болғаннан соң осылай 2-ге бөліп, екеуін біркелкі думалақ көрініске келтіріп аламыз, және қамырымызды тындырып қоятын боламыз. Тынған қамыр, яғни кішкене демалдырылған қамыр жайылған кезде өте жеңіл әрі жақсы тынық жайылатын болады. Міндетті түрде бетін жауған күйде пакетпен не болмаса стречпен жауып қоямыз. Содан соң тынғаннан соң барып жаятын боламыз. Қамырымыз тынғанға дейін біз қожелі мантының салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасы қарапайым біз әзірлеп жүрген мантының салмасындай болады. Яғни пиязы көбірек, содан соң ет, қалауыңызға қарай, әрине майлы, не болмаса майсыз болса, бөлек құйрық май қосып жіберулеріңізге болады. Мен ет салдым және пияз, содан соң барып құйрық май қосып жібердім. Еттің кішкене майы аз болғандықтан, және қалауыңызға қарай тұз саласыздар, қара бұрыш саласыздар. Содан соң зіре қолдансаңыздар да болады, дәмі өте әдемі болып шығатын болады. Мен бірақ та зіре қолданған жоқпын, жай ғана кеңес ретінде айтып жатырмын. Барлығын біркелкі араластырып аламыз. Ендеше қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Тынған қамырымызды ұнмен жұқа етіп жайып алуымыз қажет. Қожелі мантының ең маңызды айта кететін жайты, дәмді болып шығуының басты бір себебі оның қамыры өте жұқа болуы қажет. Қамырды жаюды дұрыс білмейтін кісілерге арнайы видео шығаратын боламын. Қамырды жайған кезде міндетті түрде ұнды жиі сеуіп, және оқтаудың 2 шетін басып жаятын болсаңыздар, қамыр біркелкі тегіс жайылатын болады. Кейбір кісілер жайған кезде жаңада қамырдың шеткі жағы қалың, ортасы жұқа болып, әр жері әрқалай болып жайылатын болады. Егер сіздерде қамыр біркелкі жайылсын десеңіздер, дәл осы кеңесті ескере кетіңіздер. Оқтаудың тек қана шетін ғана басасыздар, ортасын жеңіл әрекеттермен басу қажет. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұқа жайылу қажет. Бұны тағы да кесіп алғаннан соң қолымызбен тартып кішкене тағы да жұқартатын боламыз. Міне осы көріністе 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз қамырымызды. Қамырымыз тынып жұмсақ болып тұрғандықтан, қамырдың бір бұрышын осылай дұрыс болмай қалған, яғни 4 бұрышты болып шықпай қалған жерлерін жаңағы бұрышынан тартатын болсаңыздар, қамыр 4 бұрышты болып жұқа болып шығатын болады. Еш уайымдамай қамырды қолымызбен созып жіберетін боламыз. Дәл осы көріністе осылай созатын болсаңыздар, қамыр тағы да жұқаратын болады. Ендеше салмасын жұқа етіп салып шығатын боламыз. Қожелі мантының басты бір дәмді болатынның бір себебі ол қожелі мантыға салмасын аса қатты үйіп салмайды, кәдімгі манты сияқты болмайды. Жұқа әрі осылай жайып, өте үлкен жалпақ түрде түйу қажет. Осылай конвертик қылып орап шығатын боламыз, және шеткі жағын қарапайым біз түйетін манты сияқты түйіп алатын боламыз. Қожелі мантының жұқа әрі салмасы аз болғандықтан дәмі өте әдемі болып шығады. Листімізге теретін болсақ, егер де сіздерде манты варкаларыңыз басқа түрдегі манты варкалар болатын болса, міндетті түрде астына май жағып жіберіңіздер. Және де мантымыз жалпақ болғандықтан көп орынды алады. Сол себепті мантының бір бұрышын осылай майлап, екінші мантыны бетіне теріп, дәл осылай нығыздап теріп шығатын боламыз. ешқандай да бір-біріне жабысып қалмайды, уайымдамаңыздар. Дәл осылай майды молынан жағып бір-бірінің үстіне жинай берулеріңізге болады.
Осылай барлығын түйіп алдым. Дәл осы рецептпен әзірлейтін болсаңыздар, хожелі мантыны 30 тал шығатын болады. Менде барлығы 30 тал болып шықты, яғни 3 лист манты шығатын болады. Барлығын біркелкі түйіп болған соң, бізде суымыз қайнап тұрған болуы қажет. Бір листі толтырып болған соң, бірден парға қойып қайната берулеріңізге болады. Бірақ мен видеода көрсетіп өту үшін барлығын түйіп алып, содан соң отқа қойдым, парға қойып пісірдім. Мантымыз пісіп шыққанға дейін біз салмасын дайындап алатын боламыз. Хожелі мантының ең маңызды дәмін беретін бұл өзінің салмасы. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, содан соң пиязымызды 2 талдай пияз кетеді. Шамамен, егер де көбірек жасаймын десеңіздер, одан да көбірек салуларыңызға болады. Пияздың кішкене өзінің формасын жоғалтқанға дейін осылай бір-екі араластырып қуырып алатын боламыз. Содан соң бір тал помидор турап салатын боламыз. Помидор болмайтын жағдайда, қызанақ болмаса, жағына томатпен жасай берулеріңізге болады. Қалауыңызға қарай болгар бұрыштарын ұсақтап салсаңыздар да болады. Ол өз тәбеттеріңізге қарай. Және де томат салдым мен. Томатты аздап қуырамыз. Әр қайсын 2-3 минуттан қуырып жібересіздер. Содан соң барып аздап су құятын боламыз. 100-200 граммдай су құйып, аздап қайнатасыздар. Кішкене су қоюлана түседі. Сол кезде тұз, қара бұрыш, қалауыңызға қарай сарымсақ қоссаңыздар болады. Мен аздап шпинат қосып жібердім. Ол да өз қалауыңызға қарай. Салмасын міндетті түрде дәл осылай әзірлеу міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай әзірлесеңіздер болады. Хожелі мантының ерекше дәмін беретін бұл міндетті түрде осы салмамен қосып жеу болады. Қалауыңызға қарай көкөністер қосуларыңызға болады. Менде шпинат болғандықтан аздап шпинат қосып жібердім. Осылай салмасы дайын болады. 1-2 минуттай жоғары отта қайнатып, сосын бетін жауған күйде 2-3 минуттай қайнатамыз, қоюлана түседі. Бізде салмасы дайын. Біздің мантыларымыз 40 минуттай парда қайнатылып алды. Көріп тұрғандарыңыздай мантыларымыз дайын. Ендеше сіздерге бір-бірлеп алып көрсететін боламын. Бір-біріне мүлдем жабысып қалмайды, уайымдамаңыздар. Мінекей май жақсаңыздар, дәл осылай бір-бірінен ажырап мүлдем жабыспай шығатын болады. Мінекей біздің хожелі мантымыз дайын. Сіздерге қазір салмасын салып, қалай дастарханда тартуға болатын жайлы көрсететін боламын. Міндетті түрде дәл осылай салмасымен ұсыныңыздар. Бетіне легенге салған кезде бетіне жаңағы салмасын теріп ұсынсаңыздар да болады. Қазіргі таңда хит болып жүрген хожелі мантының дәмін татып көрейік. Дәмі өте дәмді. Міндетті түрде дәл осы мантыны әзірлеп жақындарыңызды қуантыңыздар. Ауызашар уақытында да өте жеңіл әрі өте дәмді болып шығады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.